Линия деген ғой. Оң қол, сол қол. Правая структура, левая структура деген. Классика деген, енді сетте жұмыс істеген адам болса, прямой жазатындарды классика деген. Соны біріктіріп, осындай гибридный маркетинг шығарған. Келесі. Міне мысалы, сіз атыңыз бен? Атыңыз бен? Есіміз Керім. Уже біздің озып тұрған енді жер баспай. Жер баспай. Күнәз, Керім аға. Сіз тұрсыз. Мына қасыңызда тұрған сол жағыңызда кісіні шақырдыңыз. Есіңіз бе? Зәуре кісіні шақырдыңыз. Шақырғаныңыз үшін компания 6000 теңге төлейді. За приглашение. 7 түрлі жаңағы доходтың бірінші түрі. Бонус. Қасыңызда сол оң жағыңызда отырған кісіні Дина әпкені шақырдыңыз. Келді, 42 теңге контракт жасады, 6000 теңге бұл кісіден алдыңыз. Енді келесі былай. Екі адам шақырдыңыз ғой, 12000 теңге компания сізге рекрутыңыз беріп отыр. Шақырғаныңызға. Правый, левый болған кезде, міне бинар деген сол. Правый, левый. Бинар жабылған кезде 3000 теңге тағы аласыз. 3000 теңге аласыз. Сонда 15000 теңге болады. Енді келесі. Енді айтайық, осы жерде отырған 5 адамды шақырдыңыз. Осы жерде алысқа бармай 5 адамды шақырдыңыз. Әрқайсынан 6000 теңгеден аласыз, Енді бинар дегеніміз 5 адам шақырған кезде сіздің бинарыңыз 4,5 мың болады. 5 адам шақырған кезде сіз менеджер деген статуста боласыз компанияның. Статустарда бөлек. Дәрежеңіз көтеріледі. Мысалы, лейтенанттан старший лейтенант деген сияқты сол. 3000 теңге емес 4,5 мың теңге болды. Ары қарай кет. То есть жаңағы айтқаны ол бинар. Жаңа түсірсіңізші не. Енді мысалы, мына жерде бұл кісілерді адам шақырады, адам оның бәрі көбейген кезде, сіз 5 адамның өзі менеджер болған кезде, әр адамның 4,5 теңгеден түсіп отырады. Ары қарай жүре берейік. Үшінші доходымыз чека дейді. Сіз шақырған 5 адам бар ғой, Керім аға, шақырған 5 адамыңыз. Мысалы, қасыңыздағы кісі аптасына Зәуре әпке 50 мың теңге тапты дейік. Оң жағыңыздағы кісі 100 мың теңге тапты дейік. Сол кісілер тапқан кезде 10%-ін компания сізге береді. Олардың ақшасынан бөлек. Мысалы 50 мың теңгеден 5 мың алдыңыз ба, 100 мың теңгеден 10 мың теңге алдыңыз. То есть бірінші линия. Екінші линия деген сіздің шақырған адамыңыздың, оларда кісілер шақырады ғой. Шақырған кезде ол сізге екінші линия болады. Ол екінші линияны алу үшін сіз мынандай бронзовый директор болу керексіз. Бронзовый директор дегеніміз не? Мынау жаңа 5 адам шақырдыңыз, менеджер болдыңыз ғой. Сол шақырған адамыңыз сізді қайталаған кезде, 5-ден шақырған кезде сіз бронзовый директор боласыз да, уже 4,5 мың емес, бинардан 6000 теңге аласыз. Неге қазір елдер? Мына Роза әпкеміз 500 мың теңге алып отыр аптасына. Ана Надира жеңгеміз мысалы миллион алып отыр аптасына. Не себептен? Себебі команда өскен, кеткен, бала-шаға немере тарап кеткен уже. Кетті ақшалар. Бұл кісілер мысалы серебряный директор. Надира жеңгеміз серебряный директор. Каждый адам компания келді ма, 6600 теңге бинардан төленеді. Бронзадан 6000 теңге серебряный директордан 6600 теңге. Одан кейін золотой директор 6900 теңге. Бұл бинардың есебін айтамын мен сіздерге. Ең соңғы жаңағы бриллианттан 7,5 мың теңгеден түседі. Енді мынау үшінші линиядан алу үшін, сіздер золотой директор, олмаса бриллиант болу. Сол кезде 10% аласыздар. Үшінші линияда қанша адам бар? Үшінші линияда адам көп. Соның бәрін доходы есептеле береді. Ал келесі жүрейік. Активность дейді. Любой компанияда мысалы активность бар. Бұл компанияның бір жақсы жері, сіз Керім аға бір келдіңіз осы айда. И сіздің осы айда тапқаныңыз 59900 болды да. Сіз активность жасамайсыз. Егер сіздің айлығыңыз 60 мыңнан миллионға дейін доход болса бір айда, сіз 21 мың теңгеге активность жасайсыз. 21 мың теңге компания бересіз, сізге мынандай 2 продукция береді. То есть адамға ыңғайлы ма? Миллион теңге тауып атсаңыз аласыз ба мынандай екеуі? Аласыз ғой? Ағай активность айтып өтпей-ақ қойын. Енді мысалы активность жасаған кезде бірінші линиядан 10% аласыз. Сіздің партнерларыңыз
60 мыңнан миллионға дейін тауып жатқан кезде, осыны активін жасаған кезде, әрқайсысынан 5 адамнан 1,5 мың теңгеден алған кезде 7,5 мың теңге болады 5 адамға. Екінші уровень дегеніміз сіздің 5 адамыңыздың астынан кеткен адамдар. Олардан 5% аласыз. Яғни 750 теңге адам басынан. Міне 25 адамнан 18.750 болды. Үшінші уровень 3% активностьтар 125 адам. Әр адамна 450 теңге, сонда 56.250. Енді 4-ші уровень 9-ші уровень 2%. Ол әр адам басына 300 теңгеден аласыз. Сонда 270 мың теңге ақша шығып отыр. Ол деген ақша, бұл доходтардың біреусі ғана. Бұл 400 доход болса, келесі доход. Премия дейді да, мынау серебряный директор жатқан кезде, жаңа айттым ғой, серебряный директор жатқан кезде. Серебряный директор дегеніміз астыңызда 5 бронзовый директор. Менеджер болдыңыз 5 адам, сіздің адамдар қайтылады, сіз бронзовый директор болдыңыз ғой. Енді бронзовый директорларыңыз бір менеджер шақырған кезде сіз серебряный директор боласыз. Серебряный директор болған кезде компания сізге кербаға сіз жақсы жұмыс істедіңіз. Египетке барып, осы мына 31 майға дейін жаптым. Египетке барады. Қазіргі таңда Египетке, Мысырға путешествие. Қазіргі таңда 240. Қазіргі таңда Дубайда 240 серебряный директор, то есть партнерлар уже соқты демалады. Қыдырып күнде суреттерін жібереді, теңіздің жанында былай. Сол сияқты Египетке барасызда фараон пирамидасының қасын былай түсесіз. Сондай мүмкіндіктер бар. Алматыға дейін өзіңіздің шөтіңізде барасызда, ары қарай бұл пролеты бар, проживаниясы бар, жүрген тұрғандар за счет компания. Алла қаласа сол Египетке жолға шықсақ деп отырмыз, осы жерде отырғандар дейді. Сол сақсатқа сіздерді де шақырамыз. Кім барады Египетке? Кім барады Египетке? 31 майға дейін. Неге бармасқа? За счет компания. Сол сияқты серебряный директор сондай туристический поездка компания премия береді. Келесі слайдымыз. Енді бір қызық маған жалпы бұл компанияда бір ұнаған жері, мен мысалы партнерларым шақырған адам бар ғой. Мен серебряный директор болдым да, мені шақырған адамым мысалы Данияр отыр да жерде. Ол серебряный директор жапты, мен сияқты. Жапқан кезде компания маған 300 мың теңге премия береді. Бір рет та, мен лидерді өсірдім ғой, бір рет береді. 300 мың теңге премия береді. 5 адам ба, 5 адам әрқайсысына 300 мың теңгеден премия береді. Мен золотой директор жабамда, менің артынан бұл Данияр золотой директор жапты ма, маған 900 мың теңге премия береді. 900 мың теңге деген нормальный ақша ғой. Миллион десеңіз? Бізде декабрьде не болды? Алматыда үлкен конференция болды компанияның. Сол кезде адамдар премия 300 тысяч теңге, 600 тысяч теңге, 2 миллиона 400 деп айтты. Елдердің бәрі миллиондап алып кетті ана жерде. Не үшін алып кетті? Себебі, міне адам шығып жатыр, менде интерес бар. Сіздің шақырған адамыңыздың ертең интерес болады. Ол ақша тапса, сізде қуанасыз, ол да қуанады. Міне стимул бар да. То есть бір адамның өзінен 1 миллион 200 мың алға болады. Келесі қандай слайд бізде? Міне 7 түрлі. Бірінші рекрут, жаңа шақырған адамға 6 мың теңге алдыңыз. Екінші бинар. Бинар дегеніміз мынау 3 мың теңгеден 7,5 мың теңге дейін статусқа байланысты. Статус көтерілген сайын мынау ақша да көбейеді. 7,5 мың теңге сізді танымайсыз. Бір команданың атында адам келді 7,5 мың теңге түсіп жатыр. Сіз ойлаңыз, неге адамдар қазір миллиондап алып жатыр? Күнінде 10 адам, 20 адам, 30 адам жазылады. Соның бәрі осы ақша есептеле береді. Бұл тек қана екінші вид доход. Үшінші чека. Сіздің шақырған адамыңыздың табысына компания сізге төлейді. Бірінші линия, екінші линия, үшінші линия статусқа байланысты. Төртінші активация, жаңа айтып отырмын ғой. 60 мың теңге таптыңыз ба? 60 миллионға дейін таптыңыз ба? Пожалуйста, компания сізге за активацию лично приглашенный командадан тоже төлеп отырады. Путевка, серебряный директор жаптыңыз, пожалуйста, путевкаға барыңыз, демалып келіңіз. Премия, жаңа премия деген 300 мың теңге, 900 мың теңге премия жатады. Жетінші премия, бұл мынандай сұрақ белгісі болып тұр. 11 майда 2019 жылы биыл Алла қаласа Алматыда Алматы арена бар ғой? Үлкен Алматы арена.
сол 12 мың адам 12 мың адамға рассчитан екен да. Сол жерде компания 1 жылдық мероприятие несін годовщинасын жасайды. Сол жасаған кезде осы премиялар сол жерде болады. Ол жерде үй бола ма, ақша бола ма, машина бола ма, біз білмейміз пока. Бірақ билетте машиналар ойнатылады. Билет машиналар ойнатылады. Міне осындай керемет жеті доход бар. Келесі слайд